Сабақты бастамас бұрын өте жақсы энергия алу үшін не істейміз? Бір-бірімізге өте жақсы сөздер, тілектерменен бастаймыз. Жарай ма? Әрқашан күндеп жүр. Сабақты бізге жүр. Денсаулығың жақсы болсын. Кәне, бүгінгі сабақ басталды. Бір-бірімізге осы тілектеріміз орындау үшін өте жақсы энергияменен жүрейік күнделікті. Ал енді өткен сабаққа кішкене еске салғанда біз осы тоқтарды басталған кезде не істедік? Бірінші ертегілерді таңдап алдық. Алғы сабақта ертегілерді қалдық. Шалқардың ертегісін таңдап алдық. Одан кейін не істедік? Бөлшектерді, әрбір бөлшектер көлемі бойынша қағаздардан не істедік? Қиып алдық. Қиып алған бөлшектерді матаға сызды. Содан кейін не істедік? сызған бұйымдарды қиып алдық. Сызған бөлшектерді біз өңдедік. Енді бүгінгі сабағымыз тақтада тұрғандай бөлшектерді біріктіру мен безендіру. Енді біз осы бөлшектерді қиып алып жатырмыз, бөлшектерді жұмыс жасап жатырмыз, бөлшектерді сурет салып жатырмыз. Біз қандай матаны қолданып жатырмыз? Ал фетр мата дегеніміз не? Фетр физикалық қасиеті бар, оның химиялық тестер арқылы алады. Және қазіргі тілмен айтқанда құрғақ киіз басу, құрғақ киізді біз жоғарғы сыныптарда өтеміз, толықтай оған тоқталып өтеміз, солай ма? Ал біздің фетріміз неше түрі бар екен? Қалың түрі болмайды екен. Формасына қарай А4, А3-ға бөлінеді және өте орынды. Ал бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бөлшектерін біріктіру мен безендіру. Біз кешелікте бөлшектеріміздің бәрін қиып алдық. Оны деген қазір бүгінгі сабақта деген соны қалай орналастыруымызды білеміз. Сабақты бастамас бұрын біз нені еске түсіруіміз керек? Қауіпсіздік ережесін еске түсіруіміз керек. Қандай қауіпсіздік ережелері? Бастауға болмайды. Және де кеше екі қымызымыз сабақта болмай қалды, соған қосымша қазір ақпараттар береміз. Шығардық қой суреттер, құлағы қандай ашық болып тұр, сен де мына құлағың кішкене ашық қиюың керексің, көрдің ба? Жұмысыңда мына лекаларына қойып, енді осының ортасына сіз шығамыз. Аналар қызса жасай беріңіздер. Mama böyle cümlemiz. Böyle cümlemiz. Sonra acem bir susmak kolay değil. Formaları gazetemiz. Жұмыстарымызды аяқтағымызда бар ма ішіңізде? Орнынан тұрып, жаңағы қандай не екенін, кеткен екенін. Мен
Шалқан ертегісіндегі қызбен, немере қызбен ит туралы. Саған немен көрсетші? Иттер шалқан өпішкен болып өседі. Атай оны бір күні жерден суырып алмақшы болады. Әрі бері тартады. Бірақ ол шалқанды шығара алмайды. Атай көмекке әжейді шақырады. Әжей атайдан, атай шалқан алсып әрі бері тартады. Бірақ тағы да оны орнынан қозғалта алмайды. Әжей көмекке кішкентай немере қызын шақырады. Немересі әжейден, әжей атайдан, атай шалқаннан ұстап әрі бері тартылайды. Бірақ тағы да күштері жетпей шығара алмайды. Бір уақытта кішкентай немере қызы итін шақырады. Иті кішкентай қызының итегінен немере қызы әжейден, әжей атайдан, атай шалқаннан ұстап әрі бері тартады. Бұл жолы тағы да шалқанды шығара алмайды. Бұл жолы ит көмекке мысықты шақырады. Мысық иттің құйрығынан ит кішкентай қызының итегінен немере қызы әжейден, әжей атайдан, атай шалқаннан әрі бері шақырады. Алайда шалқанды тағы да шығара алмайды. Сол кезде мысық тышқанды шақырады. Тышқан келіп мысықтың құйрығынан мысық иттен, ит немересінің итегінен немересі әжейден, әжей атайдан атай шалқаннан ұстайды. Олар қайта-қайта жұлқып, ақыры дегенде шалқанды суырып алады. Осымен ертегіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Арқарда жалғастырамыз енді. Біз деген бұйымды бір-бірімен біріктіру жұмысын аяқтады. Енді бұйымды ары қарай безендіру керекпіз. Безендіру жұмысын жалғастырамыз қыздар. Ана қызылға шәрегі ол кетіп тұрып келді. Ана қағазға күшті. Мына жерге шақырақтың ортасына және жанымыздағы оқушыларға кішкене баға береміз, жасаған жұмысына. Әдемінің жасаған жұмысы өзінің суретіне, таңдап алған суретіне ұқсай ма? Қай жерде кемшілігі бар? Қыздар қалай айтасыздар? Көтер оқ, апайлап көрсін. Ұқсай ма? Қателігі бар ма қыздар? Не қосасыздар? Безендіруге тағы және не қоссын? Мен ойымша оған тысы керек. Тысы керек екен, иә? Кім болайын дедің ба? Тағы кім бол? Қандай қосып аласыздар? Безендіру жұмысына қалай не қосуға болады? Үшінші жапырағын қосу керек, иә? Солай ойлайсың ба? Қосамыз ба? Қоса аламыз ба? Тағы да кімде жұмыс бітті? Қыздар безендіруге мынаны бар ғой, мына аузын үйіп саласында
бердім, мен алып жүрмін. Шайын алды. Дегенмен де ұйқастырып жатыр екен. Ал. Қыздар, қалай безендіру? Сіздер ана түрлер не, мынаның несіне емес, жұмысты жасағанның бәрі суретші или болмаса бір не емес. Соған қалпынып жасап жүр. Я? Солай ма? Енді бірақ біз безендіруіміз керек. Әдемелеуіміз керек. Соны қандай не қосуға болады? Кімнің ойы? Фартугына гүл салу керек дейді әдемі апай. Я? Сосын апайларым айтып жатыр көрдіңіздер ме? Соны жасаймыз. Қазір үлгерген іші жасаймыз, үлгермеген үйден сол безендірулерді жасап келеміз. Не істеу керек дейді, құйрығын ашу керек дейді. Мен өне бойы айтып соны, сен өне бойы солай жасайсың да. Соны жасап. Қыздар, қараймыз. Қосарыңыз бар ма? Безендіруге қыздар ой саламыз. Бір адамның ойы бөлек, көп адамның ойы бөлек болады, е? Ылғи да айтамыз. Не деп ойлайсыздар? Тағы не безендірсе болады жаңағы? Не аузын салса болады. Аузын салса болады. Сосын? Иә. Және де ана құлағын кішкене ашып. Иә. Құлағын кішкене ашып қою. Арасын кішкене ашып. Иә? Бірден кемшіліктерін айтып жазып аламыз қыздар. Келген жоқ, бірақ дегенмен суретін ұмытып кетіпті, иә? Бірақ қоянды бәріміз білеміз ғой, да, қыздар? Қандай сәндеуге болады екен? Не безендіруге болады? Тақ қосымша не керек? Қалай ойлайсың? Мына қолдарына розовый Иә, сондай. Сосын қолдарына саусақ жасау керек, не? Бірден жазып аламыз өзімізге. Жазып аламыз, қандай не зат керек екен. Жаңа сабақта біздер алжапқыш дегеніміз, осы аяқтаймыз, безендіріп, сосын әкеліп өткіземіз, иә? Сосын осы енді біз ана тоқыма бұйымдарды жасадық қой біздер, да? Тоқыды, бас жасады. Иә? Солай ма? Енді біз енді алжапқышты енді осыған қол тігіспенен тоқимыз или тігеміз. Келістік қой, да? Мынаны безендіруіміз керек. Сол үшін біздер деген алжапқыштың суреттерін үйге салып келеміз. Осының размеріменен өзіміз қандай түспен, немен жасаймыз. Тоқимыз ба, или болмаса бір жаңа матамен жасаймыз ба, сол заттардың бәрін алып келеміз. Жазып аламыз қазір, тетрадымызды ашамыз да жазып аламыз. Сосын жұмыстарымызды аяқтаймыз. Не бар? Қауіпсіздік ережесінде не бар еді соңғы? Орындарыңызды жиып, екінші оқушыға тапсыру. Орындарын жинау керек. Жетеміз, а? Жасағандар бар ма? Бүгін сабақта не үйрендік? Түсінбегендер бар ма, қыздар? Қандай езап үйрендіңіздер? Клеймен, сәндеуді, клеймен жұмыс жасауды. Жұмыстарды өткізгенге болдыңдар ма? Ай, болмаған қыздарымыз бар. Оны бөліп қойыңдар.
өздерің сатып алатын сумкаларында да соған қосып сатыңыз. Жазир асықпа. Бүгінгі сабақ аяқталды. Түсінбеген жерлеріңіз бар ма? Sabah аяқталды, сау болыңыздар.